біріншісі бізде кальций глюконат, екіншісі аскорбин қышқыл. Мен әдейі теріс жағын ұстап тұрмын, себебі енді оң жағынан қаратса кішкене ютуб рұқсат бермей қояды ма деп. Мен негізі аскорбин қышқылын жақсы көремін, ал кальций глюконат маған қатты ұнамайды негізі. Қазір мен екеуін де ашып қолыма араластырып төгіп аламын, және де қайсысы қолыма ілінеді соны жеп көреміз, дәмі қандай екенін көреміз. Кеттік. Дауыс қатты болып кетпес үшін кішкене алыстан ұстап тұрмын. 29 ішіп жатырмын. Кальций глюконаттан 6-ын аштым. Аскорбин қышқылынан да. Негізі маған көбірек аскорбин қышқылы ұнайды. Негізі маған кішкентай кезімде кесек жеген қатты ұнайтын. Дуалдардың топырақтарын кеміріп жеген ұнайды. Одан кейін кішкене өсе келе маған осындай кесектің орнын кішкентай кезімде осындай аскорбин қышқылымен ауыстырды әкем. Содан кейін мен осындай аскорбин қышқылын өте көп жегенмін. Содан кейін мен қайтып кезекте аскорбин қышқылында жемейтін болғанмын. Енді бүгін жеп көрмекшімін. Міне.
сүре аламын. Бірақ маған біраз уақыттан бері, бір жыл көлемінен бері ешқандай кесек ұнамай жүр. Кесектің әр түрлері болады ғой. Мен көп түрінің дәмін көре алмай жүрмін да, өзім таппағаннан соң. Сол үшін әзірге кесекпен сүрмеймін деп ойлап, әдейі кальцийлармен сүріп жатырмын.
Оны ешті ма сол жерде мен?